Ең әдемі әйел қандай әйел? Аяғы ауыр әйел ме, әлде бір боянып алған әйел ме? Құрсақ шашу деген дәстүр қандай дәстүр? Бұл біздің қазақта болған дәстүр ме? Әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан дәстүр ме? Жалпы бұл дәстүрдің астарында қандай философиялық мән жатыр? Достар, бүгін біз дәл осы туралы сөз қозғайтын боламыз. Себебі қазақтың дәстүрінде оғаш артық келетін ештеңе жоқ. Әрбір қазақтың дәстүрінің астарында бір философиялық мән жатыр. Ол мәнді біз алдағы видеоларда тарқататын боламыз. Дәл осы отбасы хрестоматиясының салт дәстүр сөйлейді деген кітабы бар. Осы бір кітапты пайдаланып отырып талдайтын боламыз. Ендеше бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл видеоны туыс-туыстарыңызға жіберіңіздер, олар да біліп жүрсін. Бұл қазақ профессорының арнасы, тіркеліп кетіңіздер. Біз жерде бір қазақтың дәстүрі, қазақтың дүниетанымы, жалпы жастарға үлгі болатын, жастарға пайдалы беретін сияқты мәнді мағыналы видеолар бар. Ендеше кетіп бастаймыз. Сонымен адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келерде Амина анамыздың жатыры нұрланып кетеді. Негізінде адамның адам туу оңай емес, иә. Бір кісіден бір адам туылу бұл өте ауыр, өте қиынға соғады. Бірақ та Амина анамыз Мұхаммед пайғамбарымызды дүниеге алып келерде өте жеңіл тұрғыда босанады. Алла тағала періштелерін жинап тұрып, бұл менің досым дүниеге келе жатыр. Сендер барыңдар да жаңағы Аминаның жанына барып тұрыңдар. Сонымен бірге ниеттес болыңдар дейді. Өйткені мында жазылады, аяғы ауыр келіншектің ниеттес жақындары неғұрлым көп болса, ұрпағынан да адал достары соғұрлым көп болады дейді. Дәл осында оқиғаны алып келеміз де қазақтың дәстүріне апарып қоямыз. Қазақтың дәстүрінде жаңағы әйел адам дүниеге келерде, баласы дүниеге келген кезде құрсақ шашу деген дәстүр болады. Яғни сонымен бір ниеттес құрбылары, апалары жиналып бірге шашу шашып дегендей баланы дүниеге алып келеді. Бұл не үшін дегенде тура жаңағы әңгіме апарады. Яғни неғұрлым ниеттес адамдар көп болған сайын соғұрлым ұрпағынан да адал достары көп болады деген сияқты. Бұл біздің қазақтың дәстүрінде бар нәрсе, және де қазақтың дәстүрінде әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан нәрсе. Бұны мысалы Алпамыс батыр жырының өзінен де көре аламыз. Сұлтанқұл Аққожаев деген жырлаған нұсқасында әр жерден халқы келді де құтты болсын деді де құрсақ шашу жеді де қайтадан халқы тараған деген. Мінекей осындай бір дәстүріміз, керемет дәстүр, өзіміздің дәстүрлерімізді ұмытпайық, пайдалы болса тіркеліп кетіңіздер. Көп